Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода ауызашарға тәтті кекс жасауды үйретемін. Қоңырауша белгісін басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Бұл кекс өте жұмсақ болып шығады, сонымен қатар жасалу жолы да өте оңай. Осы рецепт бойынша капкейкі да жасауға болады. Арасына начинка салып та, салмай да жасай беруге болады, ол өзіңіздің қалауыңыз. Мен қою варенье салдым. Оның орнына вареная сгущенка салсаңыз да болады. Болмаса қамырға мейізді немесе жаңғақты майдалап турап салып жіберсеңіздер де болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте жұмсақ және әдемі көтерілген. Олай болса, кексімізді жасап бастайық. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және оның үстіне шекерімізді салып, миксердің көмегімен шекері ерігенше әдемілеп араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызды 2-3 минуттай араластырған соң, осылай түсі өзгеріп, әдемі болып көтеріледі. Келесі кезекте бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды және де сүт құямыз. Сүт піскен болсын, шикі болсын, маңызды емес. Мен қолдың сүтін құйдым. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызды салып, ұнымыз толықтай араласқанша миксерлейміз. Осымен біздің кексіміздің қамыры дайын болды. Ал енді формаларымызды дайындап аламыз да қамырымызды құйып шығамыз. Менде осындай арнайы кекс пісіретін силиконовый формалар бар. Осының үстіне арнайы капкейкі немесе кекс пісіргенде пайдаланатын салфеткаларды қойып шықтым. Бұны пайдалану міндетті емес. Ал енді қамырымызды құйып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай толтырмай құямыз. Енді ортасына салмамызды саламыз. Ал енді тағы да үстіне салмамыздың бетін жауып, қамырымызды тағы да құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Осымен біздің кексіміз дайын болды. Видеом ұнаса лайк баса кетіңіздер және де каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда бұдан да басқа дәмі тіл үйретін неше түрлі рецепттерді таба аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.